Тұмаудың алдын қалай алуға болады? Тұмаудың вирусы әр мезгілге, маусым өзгерісіне байланысты пайда болып тұрады. Әрбір мезгілдегі тұмау жұқпалы әрі ауыр болады. Қыс мезгіліндегі тұмаудың кейбір жұқпалы түрлері адам ағзаларына зиян келтірумен қатар, кейбір ауруларды қоздырып жібереді. Сондықтан тұмауды асқындырмай, алдын алып, емделу қажет. Тұмауды емдеудің қарапайым жолдар төмендегідей. Тұмаудың алғашқы белгілері байқалғанда қайнаған суға таңқурайды езіп, сапырып ішкен жөн. Ол болмаған жағдайда жас, кеппеген жемжемілді қызыл сахарға белгілі мөлшерде салып, қайнатып, шай орнына ішсе, тұмаудың алдын алады. Егер тұмауға жөтел араласып, тамақ қарлығып, қақырық пайда бола бастаса, суға аздап қара тұзды езіп, жатар алдында бір ас қасық ішіп жатса, тыныс ашылып, жөтел бәсеңдей бастайды. Отқа шала пісірген күшаланың сыртын қырып тастап, сүтке ашытып ішсе, тұмау мен өкпеге пайдалы болады. Тұмау асқынып температура 39 градустан асқанда шетеннің бүршігін қайнатып, қайта-қайта ішсе, қызуды тез түсіреді. Түшкіріп, мұрыннан су тоқтамай, жұтқыншақ қабынып, өкпе қысып, қатты тұмауратқанда бір тал күшаланың сыртын қырып тастап, 500 грамм ертілген құйрық майға қосып, күшаланы қайнатып, аз мөлшерде ішсе, тұмауды тез тоқтатады. Ал жұқпалы тұмауға ақ жалбызды тамырымен қайнатып ішкен дұрыс. Ақ жалбыз бен көк ерменнен 10 грамнан суға қайнатып ішсе де пайдалы болады. Бір бас усарымсақ, жемжемілден 15 грамм турап, 200 грамм су құйып, 100 грамм қалғанға дейін қайнатып, ыстықтай жатар алдында ішсе де пайдасы көп. Ұсақ жапырақты жалбыз бен усойқыны қабығымен қайнатып ішсе де тұмаудың бетін қайтарады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы ұсынған пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіз, үнемі осындай пайдалы кеңестерді үнемі тыңдай аласыздар. Ең жақсысы, ауырмаңыздар, ағайын.